Алдағы 10 жылдықта Қазақстанда жоғалатын топ 5 мамандық. Бірінші, курьерлер. Қазіргі күннің өзінде Яндекс компаниясы Мәскеуде робот курьерларды іске қосты. Осы арқылы компания жеткізу қызметінен түсетін табысты автоматтандыру арқылы көбейтпекші. Алдағы 3-5 жылда Қазақстанға да келіп, 10 жыл ішінде курьерларды толықтай роботтармен алмастырады. Екінші, такси жүргізушісі. Такси жүргізушілерін робот-такси жүйесі толықтай алмастырмақшы. Бұл жүйе Мәскеуде қазір тест режимінде сыналып жатыр. Қазақстанға да келіп, такси көліктері толықтай автономды режимде жұмыс жасайтын болады. Үшінші, риэлтор. Қазіргі кезде ақылды клубтар нарыққа шыққалы, жалға берілетін пәтерлер толықтай үй егесінің қатысуынсыз өтуде. Төртінші, қойма жұмысшылары. ақш-та Amazon секілді алпауыт компаниялар өздерінің қойма жұмысшыларын роботтармен алмастыруда.